Bad Parenting ойыны ата-ананың шайтанға айналып өз балаларына қарсы шыққан тылсым оқиғаларды баяндайды. Ойынның артында қандай жасырын сыр бар, кейіпкерлер неге мұндай қорқынышты шешімдер қабылдайды? Bad Parenting ойынның ең жасырын құпияларына үңілеміз. Әр сәті қорқыныш пен тылсымға толы. Бұл ойын сізді шынайы шошытып, түнгі ұйқыдан айыруы мүмкін. Бүгін біз осы жұмбақтың жауабын табуға тырысамыз. Қорқынышты ойынға дайын болыңыз. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ереке YouTube арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге жақында шыққан өте қорқынышты ойындардың бірі Bad Parenting туралы ойынның қорқынышты ащы шындығын айтып беретін боламын. Бұл ойынның шығу тарихы және кім шығар, және толық сұрақтарға жауап беріп, осының ащы шындығын ашып сіздерге айтып беретін боламын. Сол себепті де видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, қолдау ретінде міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертуді ұмытпаймыз. Ал көп созбай видеомызды бастаймыз. Bad Parenting жақында шыққан қорқынышты ойын. Оның оқиғасы Рон мен оның агрессивті әкесі Брюс туралы. Ойын Ронның туған күнінде басталады. Бірақ Брюс ішімдікке тойып алып баласына шабуыл жасайды. Бұл жағдайлар одан әрі қайғылы оқиғаларға әкеледі. Брюс кейіннен істеген істерінің елестерімен азаптанып, психологиялық қиналысқа ұшырайды. Ойынның сюжетіндегі қараңғы символизм және травмалық оқиғаларға негізделген тақырыптар ата-ана қатыгездігіне бағытталған. Бірақ Брюс кейіпкері терең ойластырылмаған, тек қатал әке рөлінде көрінеді. Осылайша баяу сюжетпен бір саранды дыбыс ойынды қорқынышты етеді. Бірақ ойыншыларға жиі қайталанып тұрғандай көрінуі мүмкін. Жалпы Bad Parenting ата-ананың балаға қатыгездік көрсетуден кейін психологиялық зардаптарын көрсетуге тырысады. Дегенмен ойынның орындалуы мен ырғағы бойынша әртүрлі пікірлерге ие болады. Ойынның алғашқы көрінісі Ронның туған күнінде өтеді. Ол алғашқыда қарапайым отбасылық көріністен басталып, біртіндеп қорқыныш пен азапқа айналады. Әкесі Брюс ішімдікке тойып ашуға мініп, кенеттен Ронға шабуыл жасай бастайды. Осыдан кейін оқиға қатты шиеленісе түседі. Рон оқиғалардың барысын бақылап, бірқатар сұмдық көріністерге куә болады. Ойынның әрбір жаңа кезеңі Брюстің балаға көрсеткен қатыгездігі мен оның өз психологиялық азабына қалай айналғанын көрсетеді. Брюс әкесі өткен іс-әрекеттерінің елестерімен бетпе-бет келіп, ойын барысы оны шынымен де жан түршіктірерлік тәжірибеден өткізеді. Ойын барысында сюжеттің күрделенуімен қоса ескі фейс эффектілері мен бір сарынды дыбыстық фон қосылып, атмосфераны күшейтеді. Оқиғалар одан әрі Ронның елестері мен қорқынышты көріністерге тап болуымен жалғасады. Бірқатар дереккөздер ойын барысында Қызылбет лақап атымен танымал қорқынышты кейіпкер пайда болатынын айтады. Ол әкесінің рөлімен байланыстырылып, өткен өмірдегі жәбірленген балалардың өлі денелері де кейде елес сияқты көрсетіледі. Бұл елестер ойын барысында Ронға көрініп, қорқыныш тудырады. Ал енді сіздерге өте бір қорқынышты, ерекше факттарды айта кетейін. Ойынның алғашқы кезінде есік 14 рет ашылған, себебі анасына мәйітті табу үшін 14 күн қажет болған екен. Ронға сыйлықпен келген Қызылбет мырза шын мәнінде оның әкесі болатын. Ол Ронның бөлмесіне келіп, ұлын өлтіріп, оны шкафқа тығуды ойлаған. Бұл олардың кіріспедегі ұрыстарынан кейін болған. Ал анасына оның өлгені түсіну үшін 14 күн қажет болған, себебі ол үнемі түнде үйіне қайтатын. Ал вьетнамдықтар түнде елестерді көруге болады деп сенеді. Демалыс алған кезде ол өз уәдесін бұзбай, оны іздеуге шыққанда оның өліп қалғанын тапты. Ал әкесі кеткенде анасы бұл туралы уайымдамаған, өйткені ол ұрыс кезінде айтқан қорқытуынан кейін кетіп қалды деп ойлаған. Рон өзінің туған күнінде қайтыс болды. Балалар өз денелері жатқан орындарда орналасқан. Ал кейбір көріністерде қуыршақтың және ананың мойны сынған, бұл Ронның өлімін алдын ала болжағандай. Ойын авторы вьетнамдық, ол жақта тек түнде ғана өлген адамның елесін көруге болады деген сенім бар. Ал Ронның анасы ұлының 2 апта бұрын өлгенін байқамаған, себебі үнемі түнде үйге қайтып келетін. Бірақ туған күнде үйге ертерек келіп, елестің орнында ұлының денесін тапқан. Бұл өте өкінішті, бірақ тағы да бір қорқынышты факт. Порталда болған балалар, олар әртүрлі жерлерде болды. Бірі табытта, екіншісі сандықта, ал екіншісі отта және соңында біздің кейіпкеріміз шкафта болды. Яғни оның мәйітін қайдан тапты? Бұл балалардың отырған жері олардың мәйіттерінің табылған жері болып шықты.
Ойын керемет, бірақ соңында өте қайғылы көріністерді бізге автор көрсетті. Сонымен, бұл ойынның қорқынышты құпиялары бізді шошытты ма? Мүмкін, осы оқиғалардың артында жатқан шындықты білу бізді ойынның көрінбейтін тұңғиығына үңілуге итермелейді. Ал достар, осылайша видео өз мәресіне жетті. Bad Parenting ойынын мен сіздерге толыққанды ашы шындығын айтып бердім деген ойдамын. Егер де видеоны соңына дейін көрсеңіздер, онда міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертуді ұмытпаймыз. Егер де осы видео 10.000 қаралым жинайтын болса, онда мен осы ойынның екінші бөлімін міндетті түрде сіздерге шығаратын боламын. Ал енді сіздермен бірге болған мен, Ереке YouTube арнасы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.